Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Қазақ тіл сабағы 3-ші сынып. Күнделікті сабақтарды үзбей жіберіп алмас үшін каналға міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Бүгінгі 111-ші сабағымыздың тақырыбы есептік және реттік сан есім деп аталады. 35-ші жаттығуда мәтін берілген, мәтінді оқимыз. Тақырыбы таза бұлақ деп аталады. Бір бұлақтың басында 3 жолаушы бір-біріне кез болыпты. Бұлақ бір тастақ жерден шығып жатыр екен. Бұлақтың қайнап жатқан көзіне жақын жерге бір қазандай қара тасты қойыпты да тасқа: «Ей жолаушы, болсаң осы таза бұлақтай бол» деп жазыпты. 3 жолаушы бұлақтан шөлдері қанғанша су ішеді. Тастағы жазуға көздері түседі. Сонда бірінші жолаушы тұрып былай дейді: «Бұл жазылған ақыл сөз екен. Бұлақ күні-түні тынбай ағып, алыс жерлерге барады. Бара-бара кеңейіп үлкейеді. Бұған жол жөнекей кішкене бұлақтар қосылып, сөйте бара үлкен өзен болып кетеді. Мұнан мынандай ғибрат алуға болады: сондай адал қызмет қыл, еш уақытта жалқауланып тоқталып қалма. Сөйтсең, ақырында сен де үлкейіп, мұратыңа жетесің дегені деп білемін» дейді. Бұл мәтіннің авторы Ыбырай Алтынсариннен. Енді оқушылар осы мәтінге қатысты тапсырмаларды орындаймыз. Жолаушылар қай жерде кездесті дейді. Жолаушылар бұлақтың басында кездесті. Келесі сұрақ: бұлақ қандай екен? Бұлақ тап-таза екен. Одан кейінгі сұрақ: бұлақ басындағы таста не деп жазылыпты? «Ей жолаушы, болсаң осы таза бұлақтай бол» деп жазылған екен. Келесі сұрақ: бірінші жолаушы сөздің мағынасын қалай түсінді? Бірінші жолаушы сөздің мағынасын: адал қызмет қыл, еш уақытта жалқауланып қалма, ақырында сен де мұратыңа жетесің дегені деп түсінді. Екінші және үшінші жолаушы сөздің мағынасын қалай түсінгенін болжап көр. Екінші жолаушы айтады: жүрегің осы бұлақтай таза болсын. Бұлақ ағып, үлкен өзенге айналғанда жүрегің кең болсын дегені дейді. Үшінші жолаушы айтады: көңіліңді, бойыңды осы бұлақтай таза сақта. Адамдарға жақсылық жасасаң, көңіліңе ешқашан кір түспейді дегені депті. Келесі сұрақ: ақыл сөздің мағынасын топта талқыла. Ақыл дегеніміз адамды басқа тіршілік иелерінен ерекшелейтін аса маңызды қасиет. Келесі сұрақ: мәтіндегі қарамен берілген сан есімдерді салыстыр. Бұлардың бір-біріне өзгешелігі неде деп ойлайсың? Мәтіндегі берілген сан есімдерге 3 және бірінші деген сан есімдер жатады. 3 деген қанша деген сұраққа жауап береді, бұл есептік сан есімге жатады. Ал бірінші деген нешінші деген сұраққа жауап береді, бұл реттік сан есімге жатады. Енді оқушылар мына ережені есімізде сақтап аламыз. Сан есім есептік және реттік болып екіге бөлінеді. Қанша, неше сұрақтарына жауап беретін сан есімдерді есептік сан есім деп атайды. Мысалға 5, қанша, 6, қанша, 7. Келесі нешінші сұрағына жауап беретін сан есімдерді реттік сан есім деп атайды. 5-ші, 6-шы, 7-ші. Реттік сан есім есептік сан есімге ыншы, інші, нышы, ніші жұрнақтары жалғану арқылы жасалады. Мінекей оқушылар, осы ережені міндетті түрде есімізде сақтап аламыз. Сабағымызды әрі қарай жалғастырамыз. 36-шы жаттығуда мәтін берілген, мәтінді көркем жаз. Есіл өзенінің тереңдігі 2 метр. Кей жерлерде 18 метрге жетеді. Көктемде су деңгейі 10-11 метрге дейін көтеріледі. Енді оқушылар, осы мәтінді дәптерімізге әдемілеп көшіріп жазып аламыз. Содан кейін осы мәтіннен сан есімдерді тауып, олардың есептік немесе реттік екенін ажыратамыз. Сан есімдерге 2, 18, 10, 11 деген сан есімдер жатады. Бұл сан есімдердің барлығы да есептік сан есімге жатады. Себебі 2 қанша деген сұраққа жауап береді, 18 неше деген сұраққа жауап береді, ал 10, 11 дегенде қанша деген сұраққа жауап береді. Келесі 37-ші жаттығуда реттік сан есімдерді сөз құрамына талда дейді. Бізде реттік сан есімдерге ыншы, інші деген жұрнақтар жалғанатын білеміз. 1 дегенге інші деген жұрнақ жалғанған. 1-ші, 2-ші, 5-ші, 6-шы, 7-ші, 9-шы, 30-шы. Енді осы реттік сан есімдерге жалғанған қосымшаның 2 түрлі нышы, ыншы болу себебін түсіндір дейді. Себебі есептік сан есім дауысты дыбысқа аяқталса, ыншы деген жұрнақ жалғанады. Себебі 2 дауысты дыбыс
кездеспейді. Егер де дауыссыз дыбысқа аяқталса, онда ыншы деген жұрнағы жалғанады. Себебі дауыссыз дыбыстан кейін дауысты дыбыс болуы қажет. Келесі шығармашылық үзіліс берілген 38-ші жаттығу. Далада ойнап жүрген Жанат үйге жүгіріп кірді. Анасынан далада жаюлы тұрған кірлерді жинап алуын өтінді. Анасы түсінбей себебін сұрады. Жанат қалай жауап берді деп ойлайсың? Жанат айтады, далада күн бұлттанып тұр, қазір жаңбыр құяды деп жауап берді деп ойлаймын. Басқада нұсқалары, анашым далада жаңбыр жауып жатыр. Анашым аспанда қара бұлт торлады, жаңбыр жауы мүмкін. Анашым далада қатты дауыл тұрып, айнала топырақ болып жатыр. Мінекей 3 нұсқаның бір нұсқасын алып жауап берсеңдер болады. Бүгінге осымен сабағымыз аяқталды. Егер де сабақ ұнаған болса, каналға міндетті түрде тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар.